Сәлем достар, бүгін сіздермен іс-әрекет психологиясы атты жаңа тақырып бастаймыз. Бүгін іс-әрекет туралы жалпы ұғым жайлы тоқталатын боламын. Әрекет дегеніміз түрлі қажеттіліктерді өтеуге байланысты белгілі мақсатқа жетуге бағытталған процесс. Адамның іс-әрекеті күрделі процесс. Оның құрамына жеке амалдар мен қозғалыстардың жүйесі кіреді. Адам әрекетінің белгілі түрмен айналысу арқылы ғана сыртқы ортамен белсенді түрде байланыс жасап, оны шамасынша өзгертіп отырады. Жеке адам санасы мен психикасының дамуында әрекеттің шешуші рөлімен қатар, сана да іс-әрекеттің күрделене түсуіне ықпал жасайтынын еске алуымыз қажет. Адам әрекеті сан алуан. Оның негізгі түрлері болып саналатын ойын, оқу, еңбек әр уақытта белгілі бір мақсат міндеттерге бағытталып отырады. Адамның іс-әрекеті оның өз алдына қойған мақсатымен сипатталады. Егер мақсат болмаса, іс-әрекет те болмайды. Адам өз алдына белгілі бір мақсат қоймай, бірдеңе істейтін де кездері болады. Олмен ол бір қылықтар жасайды, артынан онысына опынады. Ол қылықтың нәтижесінен пайда болмайды. Бұл жағдайда адамның қылықтары іс-әрекеттілік сипат алған жоқ. Импульсті қылықтар ғана болды. Мұқтаждықтар негізінде адамда іс-әрекеттің мотивтері пайда болады. Яғни белгілі бір мұқтаждықты қанағаттандыруға байланысты оған бой ұру пайда болады. Сөйтіп мотив дегеніміз іс-әрекетке итермелейтін себеп. Ал мақсат дегеніміз адамның белгілі бір іске талпынуы. Мақсат мотивке сай келе бермейді. Бірақ мақсаттың іс-әрекет мотиві болуы маңызды. Бұл жағдайда ол адамда алдына қойған міндеттері мүмкін болғанша жақсы орындауға талпыныс пайда болады. Бұл оның мұқтаждығына айналады. Іс-әрекет процесінде адамның алдына бір ғана мақсат тұрмайды. Бір-біріне байланысты мақсаттардың бүтін бір жүйесі тұрады. Егер мектеп оқушысы алгебрадан есеп шығаратын болса, оның алдында тұрған ең таяу мақсаты дұрыс жауапты тауып шығару. Ал оның бұл тікелей міндетіне қоса алгебралық білім алуға ұмтылу мақсаты тұрады. Ал бұл мақсат неғұрлым кең өрісті міндетке математиканы зерттеп білуге бағынады. Бұл шәкірттің соңғы мақсат емес. Бұл міндетке жалпы басты мақсат білімді адам, шебер маман, ұжымдық қоғамды құрушы, оның мүшесі болу мақсаты да тұрады. Бұл жүйеде бір мақсаттар жақын тұрады да, екінші бір келешек мақсаттар болады. Егер адам қысқа шолақ мотивтерді басшылыққа алса, оның іс-әрекетінің келешегі болмауы мүмкін. Мүдделері тар өрісті немесе қажетті принциптілігі жоқ адамдар әдетте ең қарапайым ғана мақсаттар қояды. Бұл адамдар еш нәрседен бас тартпайды. Олар үлкен қайшылықты жеңіп шығуға әдеттенбеген. Алыс жақта жатқан мотивтерді басшылыққа алатын адамдар ең таяу мақсаттарды өзінің іс-әрекетіндегі басты мақсатқа жету жолындағы қажетті кезең деп қарайды. Мұндай адамдарды кездескен қиыншылықтар жұмысқа бой ұрудан айнытпайды. Жеке сәтсіздіктер жігері әлсіретпейді. Қайта өзінің бүкіл өмірінің мақсаты болатынын алдына қойған міндеті шешуге жігерлене түседі. Павлов оны жұмысқа итермелейтін себептердің бірі. Алға қойылған мақсатқа жету жолында қиындықтардың кездесетінін жайдан жай айтқан жоқ. Адамның іс-әрекетінің қандай болса да, психофизиологиялық процестің күрделі құрылымынан тұрады. Оның қарапайым элементі қозғалыс. Оны біз ұйықтамаған сергек кезімізде үнемі жасап тұрамыз. Адам жасайтын жеке қозғалыстардың күрделі кешен болып бірігуін әрекет деп айтамыз. Бір мақсатқа біріккен әрекеттердің жиынтығын ғана іс-әрекет деп атауға болады. Ол белгілі бір ұзақ уақытқа созылуымен сипатталады. Педагогикалық іс-әрекет туралы айтқанда, біз мұғалімнің бір рет жасаған әрекетін емес, ұзақ уақыт бойы педагогтық толып жатқан қылықтары мен әрекеттерінен тұратын, оның мектепке жасаған күнделікті жүйелі еңбегін айтамыз. Іс-әрекеттің қандайына болса да бірқатар компоненттер кіреді. Ондай құрылым міндетті қоя білу, жұмысты жоспарлау, оның неғұрлым тиімді әдістерін іріктеп алу, іс-әрекетті орындау, нәтижелерін тексеру, қателерді түзеу, қорытынды жасау, адамның іс-әрекетінің көптеген басқа түрлері. Іс-әрекеттің дамуымен, оны игеріп алуымен немесе алға қойылған міндеттерді шешумен байланысты оның құрылымы өзгереді.
күрделі емес іс-әрекет кейінірек құрамды бөлігі ретінде неғұрлым күрделі іс-әрекет қатарына енуі мүмкін. Мысалы, бірінші сыныптың оқушысына жазу процесі дербес іс-әрекеттің білім алудың, шығармашылық, еңбектің тағы сол сияқты компоненті болып қалады. Керісінше іс-әрекеттің күрделі құрылымы оны орындай білуге, дағдыландыруға байланысты оңайлануы мүмкін.